Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің номер 2 сабақтың тақырыбы өмір жолын таңдау. Сабақтың мақсаты адамның өзінің болашақ өмір жолын таңдауында өзін-өзі және қоршаған ортаны тануда мәңгі өзгермейтін жалпы адамзаттық құндылық ретіндегі дұрыс әрекеттің мәнін ашып түсіндіру. Сабақтың құндылығы дұрыс әрекет. Сабақтың қасиеттері қарапайымдылық, адалдық, еңбекқорлық. Сабақтың дәйек сөзіне тоқтала кетсек, егер мақсатың болмаса, түкте тындыра алмайсың. Ал мақсатың мардымсыз болса, ешқандай көрнекті нәрсе тындырмайсың. Дени Дидро 18 ғасырдағы француз ағартушы материалисті. Ғылымдар, өнер және қолөнер энциклопедиясының авторы. Балалар, біз өткен сабақта осы тақырыпты өткен болатынбыз. Бүгін осы тақырыпты біз жалғастыру үстіндеміз. Сондықтан да дәйек сөзді тағы бір мұқият оқып шығуларыңызды сұраймын. Өткен сабақта осы дәйек сөз төңірегінде сұрақтарға жауап беріп, кеңірек талқылаған болатынбыз. Енді 5 ережесіне келіп те қалдық. 5 ережесін еске түсіре кетейік. Тәртіп, тазалық, татулық, тыныштық, талап. Оқу тапсырманы тексере кетейік. Балалар, өткен сабақта сіздерге оқу тапсырмасына Ахмет Байтұрсыновтың әдебиет тыныштығы атты мәтінін түсініп оқып келу берілген болатын. Енді барлықтарыңыз оқып келді деген ойдамын. Енді мәтін бойынша сұрақтарға тоқтала кетсек, мұқият тыңдап отырыңыздар. Берілген сұраққа жауаптарыңызды күте отырамыз. Сұрақтар. Автордың ішкі ғаламның ниетіне тысқы ғаламның шарттары тура келмей, екеуі ілінісіп ұстаса кетеді деген ойы нені білдіреді деп ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді бөлісулеріңізді сұраймын. Ұсақ адамның мақсаты да ұсақ болады деген пікірмен келісесіздер ме? Неліктен кейбір адамды ұсақ адам деп атайды? Адамның бойындағы қандай қасиеттер оның адамдық болмысын көрсетеді? Мысал келтіріңіз. Өзіңіздің өмірлік мақсатыңыз қандай? Мақсатыңызға жетудің жолдары қандай деп санайсыз? Міне, сұрақтарға мәтін бойынша жауап күтемін. Мұғалім сыйы. Бүгінгі сабақта сіздерге Хамит Ерғалиевтің өмір жолынан үзіндіні ұсынамын. Мұқият зейін қойып тамашалай отыруларыңызды сұраймын. Сіз бен біз қартаймаймыз, ұлғаямыз, ғасырлар құжатына қол қоямыз. Бұл Хамит Ерғалиевтің өз даусы. Елбасына күн туған шақта отан үшін соғысып, қаламын қаруға айырбастаған өр ақынның қазақ поэзиясында алар орны бөлек. Ол 20-дан астам кітаптың авторы, ал алғашқы өлеңдері 1936 жылдан бастап жарияланған болатын. Хамит Ерғалиев шығармашылығының тақырыбы әр алуан. Ол қазақ халқының өткен өмірін барынша шынайылықпен көрсетуге тырысты. Ол публицистикалық мақалалар, эпикалық поэмалар, прозалық шығармалар жазды. Қалың көпшілік біле бермейтін қаламгердің әншілігі де бір төбе болатын. Ол кісінің дауысы деген, соның білетін әндері, ол әрине ол тек қана бізге ғана емес, отбасымызға немесе туысқандарға емес, мына бүткіл ақын жазушыларға мәлім нәрсе. Ақын айналасындағы болып жатқан құбылыстарға бейжай қарай алмады. Сондықтан оның өмір жолы да тақтайдай тегіс болмады дейді ұрпақтары. Жолы өте қиын болғанын мен білем. Мысалы, ол адамның ірілігіне байланысты. Ірі адамның жауы болмайды. Біреу көтереді, біреу еркелетеді, біреу табынады, бірақ кейбіреулері өштесетін адамдар да болады екен. Ол өмірдің өзі дәлелдеп келеді. Папам тура болған. Ол өзі былай тыныштық етіп жолмен жүрген адам емес. Қайда барсаң да әйтеуір ұрыс-талас көбінесе сол жай ғана талас емес, ол тек қана шоферіне дейін таксимен келе жатқанда сен кімнің жерінде, кімнің суын ішіп, кімнің нетіп жатсың деп орыстың жігіттерін талай ұятқаны болады. Қош айтысып қалып қойды тоқталай. Осылайша айналайын ақындар. Ұшалмасаң үніңді кім мақұлдар? Жұртымыздың жүрегі боп соқ деуге.
қанаты боп самға деуге хақым бар. Ақын аударма саласында да жемісті еңбек етті. Байрон мен Шекспирдің туындыларын, қырғыздың Манас жырын ана тілімізге аударды. Хамит Ерғалиевтің шығармалары орыс, чех, венгер және тағы басқа тілдерге тәржімаланып, кең өріс тапты. Мінекей балалар, мынау қысқаша бейнероликтен Хамит Ерғалиев ақынымыздың өмір жолымен таныс бола кеттіңіздер. Міне, әрқайсымыздың өзіндік өмір жолымыз бар, солай емес пе? Әркім өз өмір жолын, өз бақытын өмірде жүре отыра биік белестерден көрініп, жақсы бір жетістіктермен өз отанын, жерін, елін, бауырларын, ата-анасын қуантады емес пе? Енді бейнеролик бойынша сұрақтарға тоқтала кетсек, жауап берулеріңізді сұраймын. Бейнероликте не түсіндіңдер? Кейіпкердің пікірімен келісесіздер ме? Өмір, арман, мақсат, міндеттер, жетістікке жету деген сөздердің сіз үшін маңызы қандай? Міне балалар, бүгінгі сұраққа мұқият қойып, шынайы жауап берулеріңізді сұраймын. Шығармашылық жұмыс. Шығармашылық жұмыстағы бірінші тапсырма. Төмендегі сұхбатты оқып, сұрақтар бойынша өз шешімдеріңіз бен ой тұжырымдарыңызды айтыңыздар. Талғат Сүйінбайдың кітабында елбасы мен Тоқтар Әубәкіровтің арасындағы әңгіме түйіні былай көрініс тапқан. Қалай осы қазір ұшуға тиіссің, деді елбасы. Ұшамын, дедім мен. Қазағың үшін басыңды қауіп қатерге тігесің, деді ол. Тігемін, дедім. Міне балалар, қысқаша елбасы мен Тоқтар Әубәкіровтің сұхбатынан үзінді. Енді сұраққа тоқтала кетсек, Тоқтардың орнында болсаңыз қалай жауап берер едіңіз? Неліктен? Сертке адал болу адам бойында қандай құндылықтар мен қасиеттерді арттырады? Қалайша? Балалар, жоғарыда берілген сұрақтарға жауаптарыңызды айта отырыңыздар. Екінші тапсырма. Құрметті оқушы, бір сәтке ойыңызды жинақтап, сәл тереңірек ойланып, өз болашағыңызды, өз жолыңызды елестетіп, А4 формат бетіне өз ойыңызды түсіруіңізді өтінемін. Яғни, өткен сабақтағы, бүгінгі сабақтағы, бүгінгі өмір жолын таңдау тақырыбын қалай түсіндіңіздер, не алдыңыздар, қандай ойларыңызға жеміс алдыңыздар осы тақырып төңірегінде. Барлық ойларыңызды жинақтап, өз болашақтарыңызды, өз жолдарыңызды бейнелей кетсеңіздер. Тапсырманы пән мұғаліміне жібере отырыңыздар. Өмір жолын саналы таңдау жеке дамудың жоғары деңгейін талап етеді. Сондықтан да осы талапта әрдайым биіктен көрініңіздер. Төппен ән айтуға да келіп қалдық. Сөзі Арман Дүйсенбі, әні Ұлықпан Жолдасов, Арман жолдар әнін ұсынамын. Бірге айта отырайық. Жол жетелейді арман мен мұраттарға, жол жауабы жоқ алады сұрақтарға. Сен адастырма, арманым жол бастаған, үйреттің өмір сырын алғаш маған. Сен адастырма, арманым жол бастаған, үйреттің өмір сырын алғаш маған. Сен қиял құсым сапарға алып ұшқан, сен арман ару жаралған сағынышта. Сен жас дәуренім жүзінде ағалмастан, мөп-мөлдір кәусарыңай қан алмаспын. Сен жас дәуренім жүзінде ағалмастан, мөп-мөлдір кәусарыңа қан алмаспын. La 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 la
жастығымды, сен қол жетпейтін тұратын сағымнансың, жолдардан жүріп өткен әнім қалсын. Сен қол жетпейтін тұратын сағымнансың, жолдардан жүріп өткен әнім қалсын. Жолдардан жүріп өткен. Міне балалар, тамаша әнді де тыңдап айта отырдық. Бүгінгі тақырып сіздерге бір әдемі ойға салып, болашақтарыңызға көмектеседі деген ойдамын. Енді оқу тапсырмасын бере кетсем. Сіздерге оқу тапсырмасына Тоқтар Әубәкіров туралы түсірілген «Биіктерді бағындырған» атты деректі фильмді көріп, адамның еркі, тек қана берік адамның еркі, ғаламат күш тақырыбында эссе жазып келуді беремін. Бүгінгі тақырыпты мұқият тыңдап, белсенді қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.